Қайырлы күн әріптестер. Өзара тәжірибе алмасу алаңына қош келдіңіздер. Мен Маханова Гүлаш Өмірзаққызы, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Жаңаөзен білім инновация лицей-интернатының қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі. Бізде жалпы білім инновация лицейлер арасында құндылықтарға негізделген мектеп бағдарламасы аясында іс-әрекеттегі зерттеуімізді жүргіземіз. Бүгінгі сабаққа шеберлік сыныбымды 11-ші сыныбыммен кемелдену құндылығына байланысты шеберлік сыныбымды көрсетуге сендермен бірге тәжірибе бөліссем деймін. Қайырлы күн, мектеп түлектері. Мынау құндылық шаңырағының кемелдену әлеміне қош келдіңіздер. Сендер құндылықтарды өзіңіздің санаңызда саралай отырып, сезіммен қабылдайсыз және тұлға ретінде өзіңіз сол кемелдену жолына қарай аяқ басасыздар. Бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі мақсаты кемелден де болашаққа жол аш. Ең бірінші мысалға философ данышпан Паристің мынандай бір пікірін айтқым келеді. Жалпы дүниедегі ең үлкен нәрсе ол кеңістік дейді. Бәрінен де жүрегі сіздің асыл ойыңыз дейді. Бәрінен де алтын сіздің, бәрінен де құнды сіздің алтын уақытыңыз дейді. Бәрінен де жеңілі біреуге ақыл айтқаныңыз дейді. Бәрінен де қиыны өзіңді өзің тануыңыз дейді. Ендеше біз кемелдену әлеміне келіп отырған сәтте ең бірінші өздерінің цифрлық білім ресурстары негізінде жиған дүниелеріміз арқылы осы кемелденудің не екендігін бірге қазір тыңдап көрейік. Кемелдену әрдайым даму жолында болу, білумен емес, өзіңмен жарысу. Мықты болсаң, өзіңді жеңдеп, ұлы Абай айтқандай, әрқашан өзіңді алға жетелеп, дамытып отыру. Өзін-өзі дамытуды неден бастаған жөн? Ең алдымен әрбір адам өзінің ішкі тұтастығын анықтап алған жөн. Адам не нәрседен қысылып тұйықтыққа тірелетін болса, соны өзгертуге талпынғаны абзал. Кемелденудің келесі қадамы өз қабілетін анықтау, жоқты қуаламай барды дамыту. Microsoft компаниясының топ-менеджері Джейди Мейер артықшылықтар кемшіліктерден маңызды деген. Өзінің кемшін тұстарымен күресуді бір сәтке доғарып, ойындағы артықшылықтарға мән беріп, оны бұрынғыдан да жақсы дамытуға тырысу. Кемелденудің үшінші жолы уақытты дұрыс пайдалану, өмірді жоспарлау. Адам бұл өмірде екі нәрсенің қадірін толық түсіне алмайды. Олар денсаулық және уақыт. Адам кемелденуіне септігі тиетін тағы бір факті кітап оқу. Кітап оқу арқылы адам өзін әртүрлі салада жан-жақты дамыта алады. Кемелденудің ең маңызды жолы рухани даму. Рухани кемелдену адамның жүрек сезімі, ішкі жан дүниесінің байлығын көрсететін адами құндылықтардың бойына сіңірілуі мен өмірлік тұрмысына енуі. Жақсы балалар, кемелденудің негізгі баспалдақтарымен таныс болдыңыздар. Ендеше кемелдену әлемі ол кең әлем екен. Сонда орындарымыздан тұрамыз да өзімізге қажетті білім ресурстарын жинақтаймыз. Орындарымыздан тұрайық. Білім ресурстарын жинақтаймыз. Ең алдымен сіз мені танисыз ба? Осы сөзді ұстанасыздар да өзіңіздің кім екеніңізді танытасыздар. Сіз мені танисыз ба? Мен үлкен үмітті арман құшағына алған шәкірттердің ұстазымын. Сіз мені білесіз бе? Мен болашақ энергетикпін, табиғатқа зиян тигізбей энергиялардың жолын табамын. Сіз мені білесіз бе? Мен болашақ педагог, өзім алған білімімді біреумен бөліскім келеді. Сіз мені білесіз бе? Мен болашақта қандай да болмасын ауруды емдейтін маман дәрігер боламын. Сіз мені білесіз бе? Мен болашақ актер болғым келеді. Осы Қазақстанда танымал еңбек сіңірген қайраткер болғым келеді. Сіз мені білесіз бе? Мен болашақ хирургпын. Мен осы қазір әлемде болып жатқан түрлі аурулармен күрес шараларын ойлап тапқым келеді. Сіз білесіз бе? Мен болашақта елімнің туы тек қана жоғарыға көтерілетін қоғамға танымал саясаткермін. Құшақ толы армандарыңыздың биік шыңына жетіңіздер, сіздерге сәттілік тілеймін. Енді мен сіздерге мынандай бір сұрақ қойғым келеді балалар. Жалпы осы кемелдену жолында өз қабілеттеріңізді анықтай аласыздар ма? Екінші, осы шығыс жекпе-жегінде түрлі белгілер болады да. Мысалы, осы белгілердің негізгі ерекшеліктері қандай? Жалпы біз рухани жаңғыру деп жатамыз да. Осы рухани жаңғыру кемел келешек кепілдегенге келісесіздер ма? Осы сұрақтарға жауап берсеңіздер.
Әрине рухани жаңғыру кемел келешекке бағытталған дүние болып келеді. Біздің халқымыз келешекте әлемдік дамуды айқын меңгеріп, алдағы белестерді жаңа санамен бағындыру тиіс. Мысалы алатын болсақ, кезінде Гераклит адамзаттың үш тірегі негіз болып алған болатын. Ол ой бірлігі, сезім бірлігі және ерік бірлігі. Ой бірлігі дегеніміз ол рухани табысты болған жағдайда, сезім бірлігі ол діни ұстанымдарды құрметтеу екен. Ал ерік бірлігі ол міндетсіз жасаған қызмет айтады. Дұрыс айтасыздар. Қазір еріктілер жылы, міндетсіз қызмет атқару біздің негізгі басты борышымыз. Қазіргі сәтте дамыған осы елдің қатарына кіру үшін рухани жаңғыруымыз қажет. Рух биіктік санамен сауаттасып тұрған кемелденудің берік діңгегі. Өйткені рухани жаңғыру ең біріншіден ұлттық сананы жаңғыруын мақсат етіп көздейді. Халқымыздың өмірлік тәжірибесі қиын-қыстау сәттердің өзіндік құндылығына жол тауып, келешек күнге нық қадам басып, алға ұмтыла білумен қасиетті. Дұрыс айтасыздар балалар. Жалпы елбасы, тұңғыш елбасы өзінің рухани жаңғыру болашаққа бағдар деп мақаласында табысқа жетудің көзі негізгі факторы білім деп көрсетеді. Ал кемелдену алаңының негізінде мысалға қай ұлт ең бірінші білімді бірінші көретін болса, сол өзінің мақсатына жетеді дейді. Жақсы балалар, енді өздеріңіздің қабілетіңізді кемелдену жолында қалай анықталасыздар? Өз пікірімді айта кететін болсам, осы кемелдену жолында адам өз қабілетін анықтай алады. Мысалға мен өзімді алсам, мен осы өзім дәрігерлік жолда осы ең жақсы маманы болам дегенше, жолдағы қорқыныштарды, кедергілерді жеңе білуім керек. Осы қорқыныштарды жеңудің өзі мен үшін бір осы кемелденудің бір жолы деп есептеймін. Кемелдену жолда өз қабілетін анықтай аласың ба? Әрине, кемелдену даму жолда өз қабілетін анықтай аласың. Мысалға алатын болсақ, мен өзім осы көркем сөз бағытында көптеген сайыстарға, байқауларға қатысамын. Сол кезде әрбір жеңісім маған бір дамуға бір септігін тигізеді деп айта аламын. Және де жаңағы білім ресурстарын алған кезде Абай Құнанбаев атамыздың бір кітабы түсіпті да, Абай бізге көптеген нәрселер тастап кетті. 5 нәрсеге асық болып, яғни соған жақын болу, және де 5 нәрсеге алшақ болу керек екен бізге үйретіп кеткен болатын. Оның өзі бізге кемелденуге көп септігін тигізеді деп ойлаймын. Және де осы Фариза Оңғарсынованың Абайды іздеу дейтін өлеңін оқып берсем болады ма? Абай аға, биіктеме қайда жүр әруағың, құлағыңа жетеме шағым әнім, көкті кезіп іздерем, жерде мені шарлап қойды шарғалаң шаруа мұң. Жердің беті балшық пен балық әлі, жол табады жолпос пен ұры қары, жұрттың дәм ғой әмнадан баяғыша мәз болады бір-бірін жығып әлі. Алтын шапақ шашпай тұр қырдың таңы, аяқталшаң басқанға құлмын тағы. Осы менің жанымды шыңғыртады. Абай аға, қалқиданың рухыңның кептерімен ұстаймын деп әуремін, тек кеміне дарыныңнан ойыңнан бермей маған, тек дертімді жоқтырып кеткеніңе. Абай аға. Енді біз шығыс жекпе-жегінде түрлі белдеулер болады дедік. Осы белдеулердің болуының негізгі қасиеті қандай? Жаңа апай айтып кеткендей, шығыс жекпе-жегі бұл кемелденудегі жақсы мысалдардың бірі. Шығыс жекпе-жегіндегі белбеулер бұл тек қана қайдағы жоқ квалификация алу ғана емес, бұл деген өзінде ментальный және моральный тұрғыда дайындау. Осы шығыс белбеулердегі қызыл ала белді алған болатынмын мен. Бұны латын тілінен аударғанда тікелей аудармасы таңғы күн шығыс дегенді білдіреді. Осы белбеуді алу үшін адам өзін психикалық және физикалық тұрғыдан 100%-ға дайындау керек. Менің шығыс жекпе-жегінде алған белдігім бұл жасыл белбеу. Жасыл белбеудің мағынасы бұл енді дамып келе жатқан гүлді білдіреді. Ал қоңыр жолағы бар жасыл белбеу бұл көктемде уже күш алған гүлді білдіреді. Бұл белбеуде адам өзін түрлі қырынан дамытып, күшті техниканы дамыта білу керек. Осы арқылы өзінің қарсыласын жақсы қырынан тани алады. Жақсы, рахмет балалар. Жалпы кемелденудің өзі құстың қос қанаты сияқты екен да. Біріншісінде мысалға біздің кәсіби шеберлігіміз керек екен. Қандай додаға, қандай сайысқа түссек те мысалға біздің кәсіби шеберлігіміз керек. А екінші біздің қанатымыз не? Бұл рухани даму екен. Ендеше жаңа өздеріңіз кітап құмарлар
клубында сіз өзіңіздің таңдаған кітап сөресінен алған кітаптарыңыз бар қолдарыңызда, да? Ресурстар негізінде алдыңыздар ғой. Осы кітаптардың ішінде қандай құнды пікірлер бар екен осы кемелденуге қатысты? Айтар ойларыңыз, пікірлеріңіз бар ма? Осы менің алған кітабым бұл Жүсіп Баласағұнның құтты білік кітабы. Осы құтты білік кітабының ішінде тарихына келетін болсақ, 14 ғасырда араб тілінен аударылып жазылған, қазіргі кезде Вена деген кітапхананың ішінде тұрған. Бұл кітаптың құндылығы оның ішінде кемелдену туралы жазылған болатын. Және де адамның ішіндегі 5 құндылық. Оларға болса әбдеттілік, тәрбие туралы айтылған. Осы 5 құндылыққа келетін болсақ, бұл достық, ұят, бақыт, тәрбие және де осы ақыл туралы айтып кеткен болатын. Осы 5 құндылықты ұстана отырсақ, біз өзіміздің кемелденуімізге тезірек жетеміз. Мен өз пікірімді қосатын болсам, ел тізгінін кім ұстайды деген сұраққа бірі уәзір, екіншісі қолбасшы, қалам қылыш екеуінің жолдасы. Екеуі де елді түзеп қуарын аласын, біріксе олар кім үзеді арасын деген. Яғни қашанда біріккен жұмыс ол ынтымақтастықтың көзі болып саналады. Еліміздің ішкі және саяси тұрақтылығын сақтауда сол кездің өзінде ұлы сын болып саналған. Елім іргелі 30 елдің қатарында болсын деген әрбір жан осы кемелдену жолында адал еңбек етіп ел болашағын ойлау ол шындық. Жақсы балалар, енді тағы осы оқырмандар әлемінде сіздер жаңа кітап сөресіне бірнеше кітаптарды алдыңдар, тағы да қосатын пікірлерің бар ма? Біздің осы кітаптардан алған кітаптарымыз арасында біз Абай кітаптарын алдық. Біз Абай кемелденудің басты ерекшелігін осы Абай шығармаларынан көре аламыз. Ұлы ғұлама Фарабидің де осы ізгі ойлары Абайдың іс-әрекеті ойларымен ұштасып үндесіп жатқанында байқай аламыз. Абай өзінің 17-ші қара сөзінде ақыл, қайрат, жүрек үшеуі бір-бірімен таласып, тартысып, айтысып, кім мықты екенін біле алмай жүреді. Сонда үшеуі ғылымға барып сұрайды. Сонда ғылым, үшеуің де адамға қажетсіңдер. Үшеуің де адамға қажетті мұқтаждық етесіңдер. Ей қайрат, бәрінің бастауы сенсің. Сенің пайдаң да мол, залалың да мол. Сен өзің кейде жақсылықты беріп ұстап, кейде жамандықты беріп ұстап кетесің. Соның жаман депті. Содан кейін ақылға, ей ақыл, бәрінің бастауы сенсің. Бізді жаратқан Тәңірін де білетін сенсің. Екі дүниені танытатын да сенсің. Бірақ бәрінің де бастауы сенсің. Барлық нәрсенің ойлауы сенен шығады. Жамандық та сенен шығады. Саған сеніп, сүйгенді, сенгенде сен боласың. Бәрін сенен ойлап табады, соның жаман депті. Содан кейін ғылым, осы үшеуіңді алар болсақ, мен жүректі таңдадым. Осы үшеуің мен айтқанымдай бір кісіде табылатын болсаңдар, табанның топырағы көзге сүртілмеп, қасиетті адам сол болады. Сонда қайырлы адам ең жақсы адам болып табылады. Құдай тағала осы өздерінің қасиетті қайырлы істеріне қарайтын болады дейді. Біз осы қазақ халқы жүректі адам ең мықты адам дейміз. Жүрекпен айтылған сөз, ең пейілмен, жақсы пейілмен айтылған, ерекше айтылған сөзде баса мән береміз. Осы кемелдену жолында біз өз жүрегімізге үңіліп, жүрегімізге қарағанымыз дұрыс болады. Және де біз Абайдың толық адам идеясын Конфуций, Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұнның идеяларымен толықтырып байланыстыратын боламыз. Ұлы Қытай ойшылдары адамның адамдық қасиетін сырт келбетінен іздеген, және ұлы Қытай ойшылы Конфуцийдің пікірі бойынша адам үшке бөлінеді. Бірінші, дана адам асыл таспайды, екінші, жақсы адам күй талғамайды, және үшінші, батыл адам ол қорықпайды. Және де ештеңе білмейтін, бірақ ештеңе білмейтін түсінбеген адам ол ақымақ адам, оны айналып өт деген. Және ештеңе білмейтін, бірақ та ештеңе білмейтін түсінген адам ол шәкірт, оған білім үйрет деген. Және бәрін біліп, бірақ білгенін қолдана алмайтын адам ол ұйқыдағы адам, оны оят деген. Және бәрін біліп, білгенін қолдана алған адам ол данышпан, оны ұстаз ет деген. Абайдың өзі айтады ғой, ақыл мен қайрат жолда бар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз біте қалса қазаққа, алдың жалын артыңыз барар едің қай жаққа дейін. Өзі айтып отыр солай ма? Ақыл мен қайрат болса адамда, ол жарым адам деп есептейді қараңыздар. Ал әділет пен шапқат қосылса, онда ол толық адам деп есептейді. Сондықтан да қазіргі өмірдегі адам жылы жүректі, нұрлы ақыл иесі және ыстық қайрат бойында қалыптасқан болу керек балалар. Жақсы. Енді жақсы сіздер өзіңіз кітап оқу әлемінен көп нәрселерді оқытып жатырсыздар да. Рухани кемелденудің бір баспалдағы негізінде сіз кітап оқуды негіз етіп алдыңыздар да. Жалпы кітап оқудың өзінің ерекшелігі бар ма? Біз кітапты қалай оқимыз?
ең бірінші кітап дегеніміз не және кітап оқу нені білдіреді? Кітап дегеніміз ол адамның жан дүниесінің рухани қазынасы, ал кітап оқу дегеніміз ол адамның білімге деген ұмтылысын және де дүниетанымының көкжиегінің дамытуға деген ұмтылысын білдіреді. Біз отанымызда өмір сүреміз, отанымызға қызмет етуіміз қажет. Қазіргі заманда отанға қызмет ету ол білекпен емес, біліммен қызмет ететін заман. Сондықтан білім алу үшін ең бірінші тәрбие керек, тәрбие тәртіп керек, ал екінші білім керек, кітап оқу керек, яғни бір сөзбен айтқанда. Ал біз жақсы кітап оқу арқылы да сол жақсы кітап бізді тәрбиелейді. Дұрыс, өте жақсы. Кеше кемелдену әлеміне қатысты мектебімізде ата-аналар, ұстаздар және оқушылар арасында кітап оқу сайысы өткен болатын. Әркім өзінің деңгейіне қарай кітап оқуда өзінің белсенділігін танытқан болатын. Жалпы сендер кемел адамды қалай қалыптастырасыңдар? Бір сәт назар аударыңдар. Кемел адамды қалыптастыру отбасынан басталады деп айтамын мен. Соған келісесіңдер ме? Қалай ойлайсыңдар? Отбасынан басталады дейді. Енді сөздің шыны керек, қазақта сөз бар, тәрбие тал бесік деген. Адам отбасында не көрсе, өскенде соны жасайды. Мысалы, құс ұясынан не көрсе, ұшқанда соны біледі дегендей. Ең бірінші сол фундамент демекші отбасынан қалыптасады. Дұрыс айтасыздар, жақсы пікір. Жалпы сау дене, азат ақыл, адал көңіл, осы үшеуінен бақытты өмір басталады деймін. Қараңыздар, осыға келісесіздер ме? Дұрыс, себебі адамның, тіпті келгесеңіз Шәкәрімнің өзі айтады ғой, адамның өзінің бойында ең бірінші мысалға сен өзіңнің сөзіңді түзе дейді. Сөзіңді түзе, сені ол әдетіңе айналады дейді. Әдетің сенің мінезің дейді. Ал сенің мінезің, ол сенің ары қарайғы қалыптасуың дейді. Қараңыздар да. Ендеше осы сау дене әрқайсыңызда мысалға өзіңіздің денсаулығыңыздың мықты болуы да, азат ақыл сіздің бойыңызда қалыптасқан ақыл дүниесі, одан соң адал көңіл баршаңыздың бойларыңызда бар деп есептеймін. Енді қараңыздар, жалпы адам қайырымдылық, сұлулық, игілік деген ұлылықтардың бәрін басқа адамдардан емес, өзінің жанымен тәнінен алады дейді. Қараңыздар да, сол арқылы адамдар шынайы қайырымдылықпен бақытқа қол жеткізетін мүмкіндік болады дейді. Келісесіздер ғой да? Жақсы. Енді кімде кім болсын, осы қасиеттерді бойға жиған адам, мана айтқан Абайдың толық адам концепциясының өзінің бойына игерген адам, 144-тің басқа ел басқару сәтіндегі 4 құндылықтың негізін бойға жиған кісі қайтсе де өзінің мақсат мұратына жететіндігі шындық. Енді осы кемел тұлғалардың өзінің сағасыз өзіңіздің өміріңізге үлгі етіп ұстанасыздар. Кімдерді өзіңізге идеал ұстанасыздар болар? Мен үлгі тұтатын адамдардың бірі ол Джек Ма деген адам. Ол әлемдегі қазір топ-10 мотиватор және де ақшалай деңгейде Forbes деңгейіне топ-10-да кіріп тұр. Оның тарихына келетін болсақ, ол ең басында өзінің жұмысқа тұруға тырысқан кезінде 20 жасында ол әртүрлі ресторандарға өзінің жұмыс тұру үшін 30 рет өзінің заявкасын қалдырған болатын. Соның 30-ында ол өзіне отказ алған болатын. Сөйтіп ол өзінің өмірін осылай бастап, қазіргі кезде ең мықты адамдардың бірі болып табылады. Сондықтан мен оны үлгі тұтамын. Мені осы киноға, актерлыққа мысалы бір қызықтырған жан ол Асанәлі Әшімұлы Әшімов. Жалпы Асанәлі Әшімұлы ол бізге танымал Қыз жібек фильмі бар ғой, соған түсіп, маған соның актерлығы ұнаған болатын, соған менің махаббатым ашылған болатын. Және де сол менің ұстанған тұлғам, үлгі ұстанатын тұлғам туралы бір кіші факт жерге жүрейін. Жалпы Асанәлі Әшімұлы ол 1937 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген болатын. Балалық шағы соғыспен тұспа-тұс болған, әкесі жалпы соғыста болған, ол бала қиыншылықты көріп өскен. Жалпы оның айтатыны, мысалы, ешқандай Париж, Лондон өзінің туған жерінде болмайтын сөздері бар да. Мысалы, әр кезде болса да өзінің туған жері ыстық болып тұрады, оның ауасы да сенің қандай да бір еміңе шипа болады дейтін сөздер бар. Жалпы ұстанатын тұлғам Асанәлі Әшімұлы. Өзіңізге үлгі ұстанған тұлғалармен мақтан етесіздер, өзіңіздің өміріңізге үлгі етіп ұстанасыздар. Жалпы осы кемелденудің жолын біз мынандай талдау жасап жатырмыз балалар. Сол кемелдену пирамидасын сіз қалай тұрғызасыздар ма? Жалпы кемелдену пирамидасын қалай тұрғызасыздар? Сахнаға шығып көрсетсеңіздер болады. Кемелдену пирамидасын. Саламатсыздар ма? Біздің бүгінгі құрған пирамидамыз, құндылықтарда құрған пирамидамыз. Менің өз ойым, ең үлкен құндылықтардың бірі бұл әдептілік. Әдепті адам бәрін жеңбек демекші, әдепті адам бүкіл адамға үлгі бола алады. Сол себепті ол құндылықтардың бірі де біріңғей деп ойлаймын өзім. Жақсы.
бүгін біздің құрған пирамидамыз бұл пирамидамыздың ең шыңы бұл адалдық деп аламын. Себебі кемелденудің ең жоғарғы шыңы бұл адалдық. Адам өзі дамып келген кезде соңғы шыңдарының бірі бұл адалдық деп есептеймін. Біз осы кемелдену жолында ең биік шыңы деп алғанымыз бұл еңбекқорлық. Біз осы қазіргі жинап тұрған қасиеттердің барлығын жинай келе, осы еңбек ете арқылы осы барлық қасиеттерді жинап, еңбекқор адам болып, өмірдегі өзіңнің мақсатыңа жете аласың. Еңбек етсем ертеңгі мақсатыма сенемін. Мақсатыма жеткізер арманыма сенемін. Ақыл, сана, білім бар, мен сендерге сенемін. Осы кемелденудің негізгі жолында қандай тұлғаны алып қарайтын болсаңыз да өсу жолында болады, жетістік жолында болады иә. Сол жетістік жолында сіздің қарқыныңыз тоқтамасын. Сендерге тілерім ертеңгі күн ұбт сынағынан сүрінбей өтіп, биіктікті бағындырыңыздар. Шетсіз, шексіз, қиырсыз, ұлы дала, шуақ болып шашылмай жылынама. Сүй отанды шынымен сүйіп өтте, гүл боп қадал ойна қырнада. Барлықтарыңызды сахнаға шақырамын. Сендерді қазір кемелдік жолына бастап шығамын. Thank you.